Баршаңызға сәлем, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Сабаққа кірместен бұрын менің Instagram жеке парақшама кіріп, тіркеліп, лайк басып, комментарийді жазуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Оқуларыңыз табысты болсын. 嗨，大家好，欢迎大家来到我的 YouTube 频道，我是你们的汉语老师妮可。今天呢，我们要上的内容是汉语的发音，主要其实还是拼音。拼音是汉语学习里面非常重要的一个环节，所以大家一定要认真听。好，那我们就开始讲我们今天的课拼音。Баршаңызға сәлем, YouTube каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздердің Қытай тілінен сабақ беретін мұғалім Тұнық. Бүгінгі сабақта біз Қытай тілінің дыбысталуын үйренеміз, яғни пин-инді үйренеміз. Жақсы, сабақ бастамас бұрын мына экранға қараңыздар, мен сіздерге таныстыра кетейін. Мысалы, мына экранда көрсетіліп тұрған, мына қара реңмен жазылған бұл иероглиф. Бұны жазу деп айтамыз, Қытайдың иероглиф осы. Ал жоғары жағында қызыл реңмен жазылған осы иероглифтің оқылуы, яғни пин-ин деп айтамыз, пин-ин. Кейінгі сабақтарда да пин-ин деп айтатын боламыз. Міндетті түрде осы сөзді жаттап алыңыздар, пин-ин. Ал енді Қытай тілінің пин-инна келсек, ол пин-ин бізде 24 дауысты дыбыстар бар пин-иннің ішінде. Біз қазір бірінші дауысты дыбыстан бастайық. Мен оқимын, сіздер артынан міндетті түрде қайталаңыздар. Қайталаған кезде дауыстарыңызды сыртқа шығарып қайталаңыздар. Сонда ғана тез үйренесіздер. Жақсы, онда бірінші дыбыс бізде а. Келесі о, и, у, ü, әй, ви, ау, оу, ю, е, ü, ар, ән, ин, вын, юн, аң, ың, ин, оң. Ал келесі бізде айтылатын Қытай тілінде пин бойынша 23 бастапқы дыбыс бар, яғни дауыссыз дыбыстар деп айтуларыңызға да болады. Ал бастадық, міндетті түрде қайталап оқыңыздар, по, м, ф, д, т, н, л, г, к, х, ji, qi, xi, zhi, ch, sh, r, c, i, у. Ал мында мен айтқым келіп тұрғаны оқушыларда жиі кездесетін қателіктер. Мысал ретінде бірінші қатардағы ең соңғы екі дауысты көп оқушылар дұрыс айта алмайды. Біріншісін қалай айтамыз? Чи, келесі чи. Содан кейінгі қатарда оқушылар жиі қателесетін дыбыстар. Мысалы, ши, ж. Бұл ж деген дыбыс біздегі жаңағы жауап, болмаса жақсы деген сияқты жуанырақ, ж. Келесі ш, келесі ш, келесі р. Бұл жерде жаңағы өте батырын қайтпаңыздар, жеңілірек айтсаңыздар болды. Тілдеріңізді өте бұрап жібермеңіздер, жай ғана р емес. Келесі с. Бұл үш дыбысты шығарған кезде екі қатар тістеріңіздің арасынан жаңағы жел шығып жатқан сияқты болу керек. Сыртқа қарай шығады. Ең соңғы екеуі и және у. Бұл жеңіл. Ал келесі экранда көрсетіп тұрғандай, бұл қосалыңқы дыбыстар. Бастаймыз, артынан бірге қайталап оқып отырыңыздар. Ч, ш, р,
约约音音晕晕渊渊ин ин Ал енді жаттығамыз. Әрбір бастапқы дыбыстан бастаған дыбыстарды бәрін бір-бірден жаттығып оқып шығамыз. Міндетті түрде қайталап оқыңыздар. Бірінші дыбыс бізде Б. Мысалы, па, па, бо, бо, бәй, бәй, бей, бей, бау, бау, бән, бән, бін, бін, баң, баң, бың, бың, би, би, бе, бе, бяу, бяу, бен, бен, бин, 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 бин. Бұл жерде назар аударып отырыңыздар, әсіресе соңғы екі дыбыс. Егер жаңа ағылшынша ін сияқты аяқталған болғанда н болады, мысалы бин, бин болады. Ал соңында г болған кезде жаңағы ың болады. Қазақша менің, сенің деген сияқты бин болады, бин, бин. Ал келесі дыбыс п. Па, па, по, по, пәй, пәй, пау, пау, поу, поу, пән, пән, пін, пін, паң, паң, пың, пың, пи, пи, пе, пе, пяу, пяу, пен, пен, пин, 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 пин. Ал келесі дыбыс бізде м. Мысал ретінде ма, ма, мо, мо, мы, мы, мәй, мәй, мау, мау, моу, моу, мән, мән, мін, мін, маң, маң, мың, мың, ми, ми, ме, ме, мяу, мяу, мю, мю, мен, мен, мин, 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 мин. Ал келесі дыбыс бізде ф. Фа, фа, фо, фо, фей, фей, фоу, фоу, фән, фән, фін, фін, фаң, фаң, фың, фың. Келесі дыбыс бізде д. Та, та, ды, ды, дәй, дәй, дей, дей, дау, дау, доу, доу, дан, дан, таң, таң, дың, дың, ди, ди, де, де, дяу, дяу, дю, дю, ден, ден, дин, дин. Ал келесі дыбыс бізде т деп оқылады. Та, та, т, т, тәй, тәй, тау, тау, тоу, тоу, тән, тән, таң, таң, тың, тың, ти, ти, те, те, тяу, тяу, тен, тен, тин, тин. Келесі дыбыс бізде н. На, на, най, най, ней, ней, нау, нау, но, но, нын, нын, наң, наң, ның, ның, ни, ни, не, не, няу, няу, ню, ню, нен, нен, нин, нин, няң, няң, нин, нин. Келесі дыбыс бізде л. Мысал ретінде ла, ла, лы, лы, ләй, ләй, лей, лей, лау, лау, лоу, лоу, лән, лән, лаң, лаң, лың, лың, ли, ли, ля, ля, ле, ле, ляу, ляу, лю, лю, лен, лен, лин, лин, ляң, ляң, лин, лин. Келесі дыбыс бізде г. Га, га, г, г, гәй, гәй, гей, гей, гау, гау, гоу, гоу, ген, ген, гын, гын, гаң, гаң, гың, гың.
Ал келесі дыбыс бізде к. К, 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 кай, ко, кән, кін, қан, күн. Ал келесі дыбыс бізде х. Ха, х, хай, хей, хау, хоу, хэн, хан, хың. Ал келесі дыбыс бізде G деп оқылады. G, жа, же, жау, жу, жен, жин, жаң, жин. Келесі дыбыс бізде чи деп оқылады. Чи, ча, че, чау, чу, чен, чин, чаң, чин. Ал келесі дыбыс бізде ши, ша, се, сяу, сю, сен, син, сяң, син. Келесі дыбыс бізде ж, жуан ж, жа, ж. Осы екі дыбысты көп оқушыларда шатастырып алады. Екінші дыбыс қазақша сияқты. Ж, ал келесі дыбыс ж, ол жеңілірек, кішкене жіңішкерек. Ж, жай, жау, жоу, жан, жын, жаң, жың. Келесі дыбыс ч, жуан, ч, ча, ч. Бұлда да екінші дыбыс пен үшінші дыбысқа мұқият қарап отырыңыздар. Біріншісі ч, содан кейінгісі жіңішкерек. Ч, чай, чоу, чан, чин, чаң, чың. Келесі дыбыс бізде ш, ша, шай, шау, шоу, шан, шын, шаң, шың. Келесі дыбыс бізде р деген дыбыс, жаңғы ыр демейміз, теңірек. Рау, роу, ран, рын, раң, рың. Келесі дыбыс бізде з, Бұл жерде де екінші дыбыс пен үшінші дыбысқа қарап отырдыңыздар. З деген жуанырақ, ал з деген жіңішкерек. Зай, зау, зоу, заң, зың. Ал келесі дыбыс бізде ц деп оқылады. Ца, цы, цай, цау, цоу, цан, цын, цаң, цың. Келесі бізде с, са, сы, сай, сау, соу, сан, сын, сың. Келесі дыбыс бізде и. Я, яу, ю, ен, яң, үй, е, юан, и, ин, ин. Ал бізде соңғысы у. Ва, во, вай, вей, ван, вын, ваң, вың, у. Осымен бүгінгі пейіннің жаттығуы аяқталды.
міндетті түрде көп қайталаңыздар. Негізі пейін сабағы ол көп мазмұннан тұрады, бірақ мен бәрін жинап бір мазмұнға қойдым. Жаңағы сіздер үйде көп қайталасын деп, міндетті түрде бәрін көп қайталаңыздар, менің артынан еріп оқыңыздар. Оқыған кезде бір рет қана емес, видеоны басынан соңына дейін түсініп, артынан көп қайталаңыздар. Қайталаған кезде дыбыстарыңызды сыртқа шығарыңыздар. Сонда ғана жақсы меңгересіздер тілді. Міндетті түрде және қолдарыңызбен жазыңыздар. Бұның жазылуы жаңағы ағылшынның алфавитін жазуымен бірде ешқандай айырмашылық жоқ. Тек қана бұны үлкен әріппен жазбайсыздар, бәрін кішкене әріппен жазасыздар. Сонда сіздерде үй тапсырмақ осы жаңағы жоғары жақта оқып шыққан барлық Қытай тілінің пейінін меңгеріп алу. Келесі сабаққа қатысқанша осының бәрін үлгіріп меңгеріп алыңыздар. Жақсы, баршаңызға оқуларыңызға сәттілік тілеймін. Келесі сабақта кездескенше сау саламат болыңыздар. Бай-бай!